Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай балаларыңызға сөзсіз ұнайтын, шоколадты, әрі ортасы толығымен пісіп шығатын, ешқандай май сіңбейтін пончиктердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, қант және татымына қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін ашытқы қосамыз. Менде құрғақ ашытқы болғандықтан ешқандай езбей осылай бірден қостым. Кейін жұмыртқа және ерітілген сары май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін електен өткізілген ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде ұнды електен өткізу қажет. Сонда пончиктеріміз жұмсақ әрі биік болып көтеріледі. Қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 1,5 сағаттай жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Міне осылай қамырымыз көтерілді. Кейін біраз бөлігін алып, 5-10 см көлемінде жұқалау етіп жаямыз. Жайып алған соң стаканның көмегімен осылай кесіп аламыз. Кейін тағда 1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қою қажет. Не көтерілген соң, менде мұнда тортқа арналған насаткамен ортасындағы бөлігін осылай насатканың көмегімен алып тастаймыз. Содан соң табамызға май құйып, май қызған соң пончиктерімізді саламыз. Оттың астын кішкене баяу етіп қою қажет. Бір жағы қызарған соң, екінші жағын аударып, қызарғанша пісіреміз. Кейін піскен соң осылай майын сорғытып аламыз. Енді бетіне шоколадты дайындаймыз. Шоколад және сары майды араластырып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Кішкене суыған соң, жаңағы пончиктерімізді малып, бетіне қалауларыңызға қарай кунжут, кокос стружкасын, болмаса орех, өздеріңіз қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.